Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз осындай өте дәмді түскі немесе кешкі асқа өте тойымды әрі жеңіл тез дайын болатын тамақ жасайтын боламыз подливпен бірге. Ең алдымен етімізді қызартып, суы шыққанша жақсылап 15-20 минут қуырып аламыз. Менің YouTube каналымның оқырмандары, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіз. Етімізді қызартып қуырып алдық. Енді оның үстіне туралған пиязымыз бен сарымсағымызды салып, тағы да пиязымыздың суы шыққанша 10-15 минуттай қуырып аламыз. Оның үстінен туралған сәбізімізді қосамыз. Сәбіз қалауларыңызша, қоспасаңыздар да етін молырақ қылып жасасаңыздар болады. Сәбізімізді салып болған соң дәміне қарай қара бұрыш, тұзымызды саламыз. Енді барлық керек заттарымызды салып болған соң ішіне құятын приправасын, заправкасын дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық ұнға 3 ас қасықтай, 4 ас қасықтай жылы суымызды құйып, оның үстіне 1 ас қасық томатымызды салып, осылай араластырамыз. Енді барлығын араластырып дайындап болған соң жаңағы қазанымызға құйып шығамыз. Барлығын құямыз. Құйып болған соң өздеріңіздің қалауларыңызша қатты сұйықтау болса, суын көбірек құясыздар. Суы азырақ болғанын қаласаңыздар, азырақ су құясыздар. Мен бұл жерде 2 кесе су құйдым. Подливамызды жасап, суын құйып жатырмыз. Енді кезекте етіміз піскенше баяу отта, орташа отта қайнататын боламыз. Міндетті түрде қозғап тұрамыз. Болмаса бізде ұн қосылғандықтан астына қарай тартып, қатып қалады, жабысып. Қозғап тұрамыз. Енді кезекте подливамыз дайын болғанша пюре мен гречкамызды дайындаймыз. Картошкаларымызды тазалап, ашып, жуып, осылай бір ыдысқа салып, су құйып, бетіне азырақ тұз сеуіп, оттың астын жағып, картошкаларымызды пісіретін боламыз. Гречканы мен мультиваркаға салып пісірдім, тазалап жуып, дәміне қарай дәмдеуішпен сары май салып жібердім. Тұз қосқан жоқпыз. Гречка тұзды аса ұната бермейді, көп қосып жіберсеңіздер тұзды болып кетеді. Картошкамыз да пісіп шықты. Үстіне сары май және сүт құямыз. Мен тұз қосқан жоқпын, тұзды пісіретін кезде қосқам. Сұйықтау болғанын қаласаңыздар, сүтін көбірек қосасыздар пюренің. Біздің тамағымыз дайын болып шықты. Өте тез әрі оңай тамақ, әрі дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.